Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез әрі пайдалы рецепт ұсынбақпын. Сұйық қамырдағы гүлді қырыққабат немесе цветная капуста в кляре. Лайк баса кетіңіздер. Ең алдымен гүлді қырыққабатымызды тазалап жуып, суға салып пісіріп аламыз. Енді сұйық қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны езіп, оған бұрыш, тұз қосып, араластырып, бір стакан сүт қосамыз және бір стакан ұн қосып, сұйық қамыр дайындаймыз. Қамыр осындай болып шығады. Енді гүлді қырыққабатымызды сұйық қамырға салып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қырыққабаттарымыз дайын. Осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Отбасыңызды менің рецептіммен қуантыңыздар.